2013 жылы ақылы мектеп ашу туралы шешім қабылданды. Бізде ол кезде әлі ғимарат жоқ. Мынау физика математика бағытындағы Астана қаласындағы бірінші Назарбаев зияткерлік мектебінің жанынан арендаға алып бастап кеттік. Астана халықаралық мектебінің ашылу құрметімен білім күні мерекесіне арналған салтанатты жиынына қош келдіңіздер. Тәуелсіз еліміздің астанасының төрінде тағы да бір жас шаңырақ, жаңа мектеп бой көтергелі. Міне сондықтан да осы мектептің құрылыс жұмыстары басталып, болашақта жаңа ғимаратқа көшеді деген үміттеміз. Әрине оңай болған жоқ. Бізге ашу керек болғаннан кейін арендаторлар ғимаратты дайындап үлгермеді. Ата-аналарды білесіздер, олдап, шолдап. Бірақ біз бірінші қырғүйекке түгел дайын қылып, бірінші қырғүйеккін аштық. Астанадағы Назарбаев зияткерлік мектебі бүгін жаңа оқу жылын бастады. В новом учебном году новая школа. Оқыта отырып тәрбиелеу, тәрбиелей отырып оқыту. Назарбаев зияткерлік мектебінің білім берудегі басты темір қазығы осы. Білім ордасында еліміз бойынша білікті 967 мұғалімнен бөлек Ұлыбритания, ақш және Канададан келген 165 шетелдік педагог жұмыс істеп жатыр. В 2013 году международная школа имела только 4 класса комплекта. Вот буквально 12-13 человек работало. Но они сделали невозможное. На следующий год, уже через год, к нам туда поступило заявление от 400 детей. А сейчас уже 1500, даже больше, по-моему, учатся в этой школе. Greetings to everyone. My name is Val Temeris, and I've been studying in the school for the last 10 years, since up the first grade. And being in this school, like studying in here, made me know a lot of things. Я помню, как проходило 1 сентября, мы были еще в старом здании, и получается, за 10 лет я приобрела очень много новых навыков, полюбила IB-систему. В целом наша школа развила во мне невероятно важные качества и навыки, которые по сей день хорошо отображаются на моей карьере, на моей личности. It made me know how to communicate with people, how to even talk with people. It made me feel comfortable and welcome at any place. Участвовала в Student Council с 6 класса, также участвовала в различных олимпиадах от имени нашей школы и вообще Международная школа города Астана Forever. 2013 год. Открытие школы, новый формат работы с учителями иностранцами, отсутствие знания английского языка с нашей стороны, отсутствие казахского, русского языка с их стороны. И самое интересное, как происходила наша работа, это работа в Темчище, да, когда были мы местные, иностранные коллеги, ну и Google Translate.
Осы аталған 10 жылдың ішінде әр оқу жылының өзінің өзіндік қиындығы мен өзінің қызықтарына толы. Ол әрқашанда біздің есімізде, біздің жадымызда. 0 өйткені? Не сөйге болмайды? Бөлуге болмайды. Меня зовут Булатов Айдар Жумашевич. Я являюсь директором международной школы. Начинал учителем, далее был заместителем директора в республиканской физико-математической школе. Да, и этот путь привел меня сюда. Я, получается, стал директором в возрасте 28 лет. И я являюсь одним из самых молодых директоров ниш. Я не считаю, что возраст это является показателем чего-то, да, то есть возраст бывает разный, а уровень развития все-таки у людей он отличается, и он не привязан к физиологическому возрасту. Менің қуанатыным мектеп аяғынан тік тұрды. Қазір мектеп тек қана қазақ орыс тілдерінде емес, ағылшын тілінде де жұмыс істей бастады. Бұл енді Қазақстан мектебі үшін үлкен нәтиже деп есептеймін. Негізі мынау педагогикалық коллектив өте жақсы қалыптасты. Бұл қалыптасқан коллектив қай уақытта да жақсы білім беретініне мен сенемін. Первой юбилейной даты и пожелать только роста. Это как в нашей эмблеме. Вот этот росточек, пусть он всегда развивается. Конечно, такие вызовы, испытания делают нас только сильнее, но новые вызовы — это новые возможности. И я бы хотела, чтобы вот этот авторитет, вот это признание родителей смогли бы удержать и те, которые продолжают сейчас работать в международной школе. I like learning at school because I know how to write and to read and learn numbers, and also I sing songs and dance.